егер де сен өзіңнің жүрегіңде бір қатыгездік көріп жүрсең, байқап жүрсең дейді, өзіңнің денеңнің әлсіз екенін байқап жүрсең, өзің жалпы ризығыңнан махрұм қалып жүргеніңді байқап жүрсең дейді, демек біліп қой, сен өзіңе қатысы жоқ нәрселерден сөз қозғағансың. Адамда жақсы ислам ұстануының бір белгісі, өзіне қатысы жоқ нәрселерге араласпау деді ғой. Демек мына жерде айтып тұр, егер де сен біреудің тұрғысында жаман сөйлеп қойсаң, онда мына нәрселер болады дегені ғой. Абу Зар әл-Ғифари сахаба айтып тұр. Егер де сен өзіңнің жүрегіңнің қатайып бара жатқанын байқасаң, өзіңнің денең әлсіз болып бара жатқанын байқасаң, және де өзіңнің ризығыңнан махрұм болып бара жатқанын байқасаң, онда сен өзіңе қатысы жоқ нәрсе тұрғысында сөз қозғаған екенсің дегені.